أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алланың әмір еткен парыз амалын орындауға алыстан, жақыннан басып келген қадамдарымызды Алла тағала сауаптан жазсын. Мынау үстіміздегі қасиетті Рамазан ай баршамызға мүбәрәк болсын. Айлардың сұлтаны Рамазанға баршамыз аман есендікте жетуімізді Алла тағала нәсіп қылсын. Екінші жаһан сардары, тақуалардың имамы Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның бір хадис шарифінде барша өзінің үмметіне былай деп ескертеді: аңқыған иісі мың жылдық шақырымдық жолдан сезілетін жәннаттың иісін мына 4 түрлі адам сезбейді дейді Пайғамбарымыз. Яғни сондай алыстықтан, қашықтықтан сезілетін жәннаттың иісін мына 4 түрлі адам сезбейді деп Пайғамбарымыз өзінің үмметіне ескертеді. Олардың ең алғашқысы тәкаппар адам дейді Пайғамбарымыз. Екіншісі өзінің ата-анасына құрмет көрсетпеген адам дейді. Ал үшіншісі орта жастан асқан зинахор кісі дейді. Яғни зина жасайтын орта жастан асқан кісілерді айтады. Ал төртіншісі өзінің туған туыстарымен қарым қатынасты үзген адамды Пайғамбарымыз айтады. Осы 4 кісі жәннаттың иісін сезбейді деп Пайғамбарымыз барша үмметіне ескертеді. Ең біріншісіне келетін болсақ, тәкаппарлық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің тағы да бір хадисінде былай деп ескертеді: «Ла ядхулал джанната ман кана фи қалбихи мисқала мин зарратин кибр». Кімде-кімнің жүрегінде мысқылдай, шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса, ол адам жәннатқа кірмейді деп Пайғамбарымыз ескертеді. Сонда Пайғамбарымыздың әс-сахабаларының бірі сұрайды: «Я Расулуллах, егер адам баласы жақсы киім киюді ұнатса, онда не болады?» деп сұрайды. Сонда Пайғамбарымыз ол сахабасына былай деп жауап береді: «Алла өте көркем, Алла өте әдемі және көркемдікті, әдемілікті жақсы көреді. Тәкаппарлық дегеніміз ол әл-кибру батарул хаққи ва ғумтун нас дейді. Пайғамбарымыз айтады, тәкаппарлық дегеніміз ол ақиқат айтылған кезде оны мойындамау және де өзге өзінің бауырларына төмен санау, адам баласын өзінен төмен санау дейді. Міне сол тәкаппарлық деп Пайғамбарымыз ескертеді. Баршамыз білеміз, қасиетті Құран кәрімнің көптеген аяттарында Алла тағала өзінің құлдарына ескертеді. Бұл тәкаппарлық қандай да бір адамның бойында болса, ол тәкаппарлық сезімі ол адамның көзін байлап, ақиқатты жалған қылып, жалғанды ақиқат қылып көрсететін баршамыз білеміз. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде баян етіледі: адам баласын жаратты және де лағнеті болсын, шайтанға адам баласына сәжде етуді әмір етті. Сонда шайтан тәкаппарланып, Алла тағаланың берген әміріне бойұсынбай, адамның дәрежесі шайтаннан артық екенін мойындамай, қиямет күніне дейін Алланың қаһарына ұшырады. Және де Алла тағала оны жәннаттан шық деп бұйырды. Міне бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан жәннаттың иісін сезбейтін 4 адамның бірі осы тәкаппар адам екен, құрметті жамағат. Ал екіншісі ата-анасына мейірімділік көрсетпеген адам.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде мешітте өзінің әс-сахабаларымен отқан кезде пайғамбарымыз 3 мәрте роғима анфу, сумма роғима анфу, сумма роғима анфу деп пайғамбарымыз 3 мәрте қайталайды. Бұны естіген сахабалары: я Расулаллах, сіз неге 3 мәрте сумма роғима анфу деп айттыңыз дейді. Яғни қазақша мағынасы ол адам бетімен жерді сүзсін деген мағына шығады. Неге, не себептен олай 3 мәрте айттыңыз дейді. Сонда екі жаһан сардары пайғамбарымыз ата-анасы қолында бола тұра, солардың разылығын ала алмаған Алланың құлын айттым деген. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала барша құлдарын ескертеді. Анишкурли вали валидайка илайял масир дейді. Сендер ең әуелі маған шүкіршілік етіңдер, және де өздеріңнің ата-аналарыңа мейірімділік, жақсылық жасаңдар. Ертең қайта оралатын жерлерің біздің құзырымыз дейді Алла тағала. Яғни қасиетті Құран кәрімде пайғамбарымыздың сара жолы сүннетінде біздерге ата-аналарымызға құрмет көрсетуді әмір еткен құрметті жамағат. Ал үшіншісі, орта жастан асқан зинахор адам дейді пайғамбарымыз. Яғни жәннаттың иісін сезбейтін орта жастан асқан зинахор адам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы да бір хадисінде сондай адамдар болады, Алла тағала оларға қиямет күні олармен сөйлеспейді дейді. Оларға өзінің рахымын, мейірімін көрсетпейді. Алла тағала оларға қарамайды дейді. Сонда сахабалары сұраған кезде пайғамбарымыз орта жастан асқан зинахор еркектер деп айтқан екен құрметті жамағат. Қасиетті Құран кәрімде пайғамбарымыздың сүннетінде бұл некесіз қарым қатынасты баршамыз қатаң түрде ол күнәлардың ең үлкенін екенін ескерткенін баршамызға анық. Міне үшінші адам осы жәннаттың иісін сезбейтін орта жастан асқан зинахор ер азамат дейді. Ал төртіншісі туысқандық қарым қатынасты үзген адам дейді. Жәннаттың иісін сезбейтін төртінші адам ол туысқандық қарым қатынасты үзген адам деп пайғамбарымыз ескертеді. Хазіреті Аиша радиаллаху анха анамыздан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Алла тағала туысқандық қарым қатынасты өзінің аршысымен біріктірді дейді, байланыстырды. Яғни аршының иесі Алла тағала аршымен туысқандық қарым қатынасты байланыстырды дейді, біріктірді. Кімде-кім аршының иесінің рахымына, мейіріміне қол жеткізгісі келсе, ол өзінің туысқандарымен қарым қатынасын жақсартсын. Ал кімде-кім өзінің аршының иесі, яғни Алла тағаланың мейірімі, рахымынан құр қалғысы келсе дейді, онда өзінің туған туыстарымен қарым қатынасты үзе берсін деп пайғамбарымыз ескерткен. Құрметті жамағат, осы 4 түрлі адам, яғни тәкаппар болған, екіншісі ата-анасына мейірімділік, рахымдылық көрсетпеген адам, және де орта жастан асқан зинахор адам, төртіншісі өзінің туған туыстарымен қарым қатынасты үзген адамды Алла елшісі олар 1000 жылдық жолдан иісі аңқып шығатын жәннаттың иісін сезбейді деп осы 4 түрлі адамды ескерткен екен. Алла тағала біздерді ондай адамдардың қатарынан ұзақ қылсын иншалла. Айтылған уағызымызға баршамызды амал етуімізді нәсіп қылсын. Әлхамдулиллахи роббил аламин, би рахматика я архамар рахим.